2010 жылы 2 айдың 28-і осы өткен түнде көз ілмей таң атқанша елімді ауылымды сағынып жатып, ауыл тіршілігі деген өлең жазып едім. Ауруханада осыны оқып берейін. Қараңғы, қара барқыт, түн құрсағы, таң атты, шашылған жоқ күн құшағы, таласып аласаңмен уақыт жүйрік түтіні ауылымның тігішады. Төбеден бұлт өреді ұзатылып, қорадан қой өреді шұбатылып, өріске шықтым малдың барлығы да, шопан да кет жарсынан тұра тұрып. Мөңірек мама сиыр сауылмаған, түйелер маң-маң басып мамырдаған, су жетпей мұрнына жан таласып, абырда сабырда жүр ауылда адам. Мұз ертіп, мал суарып, бұзау жемдеп, жауын жаман малға жасыр жөндеп, бір малшы келедені тезек теңдеп, ауылда қайнап жатыр ерен еңбек. Ат қимай жонышқасын кісінейді, азығын баптап берген құс жейді. Олжалы қан сонардан келген жаңа қыранын қарсы қолдан түсірмейді. Секіріп тастан тасқа ешкілері, күнгейден күннің жылы естілегі, ақшақай тартқан анау қойшы байғұс шағылдан қайырса да естімейді. Қой өсер, қойды шолып шақ бұлады, мал үріккен дыбыс шықса сақ бұлағы, үреді шеберен дыбыс беріп, қойшыға дереу дабыл қақсырады. Қайырымды аналардың арқасында мәз болды бөрі басар сорпа суға, қорқаудан екі аяқты, төрт аяқты, бұларсыз бір күнің жоқ, қорқасыңда. Айдады шөп жиғанға арық малды, меңірсап тасбақаяң барып қалды. Ас суға тоймады ма бақташымыз ақтабан, бүгін бармай қалып қойды. Қысқа мынау қарамаяқ, балалар шақпылап жүр жалаң аяқ. Шопанға томпаңдаған тоғыз ұлды, Құдайым бере сапты аямаяқ. Мейманын шақырады түтіндері, ауылдың есек жеңі бүтінделді. Неше жыл басқа аймақ жасаса да, бұл жақты құлай сақтап жүзілмеді. Өзенге кетті бірі мал суарып, жанына көмекшісі малшыны алып. Өмірдің айдын адамдарды салады жосалыдан жол шығарып. Төбеден бұлт өреді ұзатылып, қорадан қой өреді шұбатылып. Білмеймін қайда барып тоқтайтын кезірі бұдыры көп мына сіздің. Сау болыңдар, рахмет.